Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің есімім Дәлибаева Әсел Қыдырбайқызы, биология және химия пәндерінің мұғалімі. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қан топтары және қан құю. Сабағымыздың мақсаты адам қанының топтары, тромбоциттердің құрылысы және олардың қан ұюдағы рөлі туралы негізгі түсінік беру. Біз бірінші жаңа тақырыпты бастамас бұрын үй тапсырмасына ой шырқайық, яғни үй тапсырмасын қайталап өтейік. Организмнің ішкі ортасы неден түзілген? Қан неден тұрады? Қан қандай қызмет атқарады? Эритроциттердің қызметі қандай? лейкоциттердің қызметі қандай? Және фагоцитоз құбылысын кім ашты? Тромбоциттердің қызметі қандай? Міне осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз үй тапсырмасын қайталаймыз. Адам организмі ішкі ортасы неден құралған деп айтатын болсақ, ұлпа сұйықтығы, қан мен лимфа құрайды екен. Қан плазмадан және қан жасушаларынан тұрады екен. Қанның қызметі қандай? Тасымалдау, гуморальдық және жылу реттеу, қорғаныш қызметтерін атқарады. Эритроциттер оттек пен көміршік газын тасымалдайды. Организмдегі әртүрлі ауру тудыратын бактериямен күресетін ол бізде лейкоциттер болып саналады. 1908 жылы Илья Ильич Мечниковке осы жаңалық үшін Нобель сыйлығы берілген. Ол бізде фагоцитоз теориясын ашқан екен. Қанның ұюы және қан кетуді тоқтату процестеріне қатысатын ол бізде тромбоциттердің рөлі екен. Енді жаңа сабақты бастамас бұрын біз бірінші видеороликті тамашалайық. Қан топтары және қан құюға арналады. Адамда қан өте маңызды болып табылады және адамда қан көлемінің күрт азаюы өлімге апару мүмкін. Сондықтан дер кезінде қан құю маңызды. Дегенмен, кез келген қан тобын бір-біріне құя беруге болмайды. Қан беретін адамды донор, ал қабылдайтын адамды реципиент деп атаймыз. Бірінші қан тобы әмбебап донор. Бірінші қан тобы бар адамның А және В антигендері жоқ. Сондықтан мұндай қанды кез келген қан тобы бар адамдарға құя беруге болады. Себебі ол бөгде қан ретінде қабылданбайды. Сонымен бірге осындай ағзада А-В антиденелер бар. Сондықтан иммундық жүйе өзінен басқа қан тобын қабылдамайды. А тобы немесе екінші қан тобы. Бұл ағзада А антигендері мен В антиденелері бар. Сондықтан ол бірінші және екінші топтар қанын қабылдай алады. Үшінші және төртінші топ бұл қан тобы үшін бөгде болып танылады. В тобы немесе үшінші қан тобы. Осындай қанның құрамында В антигендері мен А антиденелері бар. Ағза бірінші және екінші қан тобын қабылдай алады. А-В тобы немесе төртінші қан тобы әмбебап реципиент деп аталады. Осындай ағзада А және В антигендерінің екеуі де бар. Мұндай қаны бар адам кез келген топтағы қанды қабылдай алады, себебі оның қанында антиденелер жоқ. Қайталайық. Донор дегеніміз қан беретін адам, ал реципиент қабылдайтын адам. Бірінші қан тобы барлық қан топтарына қанын бере алады. Дегенмен бірінші топқа тек бірінші қан тобы құя алады. Екінші қан тобы бірінші және екінші қан топтарын қабылдай алады. Дегенмен өз қанын екінші және төртінші қан топтарына бере алады. Ал үшінші қан тобы бірінші және үшінші қан топтарын қабылдайды. Бұл да өз қанын үшінші және төртінші қан топтарына бере алады. Төртінші қан тобы барлық қан топтарын қабылдайды. Дегенмен өз қанын тек төртінші топқа ғана бере алады. Ал балалар, видеороликті тамашаладық. Олай болса, мына сұрақтарға жауап берейік. Адам организмдегі қанның жалпы мөлшері қанша? Адам организмдегі қанның мөлшері 5 литр. Қан топтары қаншаға бөлінетінін білесіңдер ме? Қан топтары 4 топ бар. Рим цифрымен белгіленеді. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші. Қандай жағдайда адамға қан құяды? Адамда қан жетіспеген жағдайда қан құяды. Және қан құюдың өзінің ережесі бір заңдылығы бар екен. Келесі бізде
енді осы жаңа тақырыпты видеороликтен көрдік, тамашаладық. Енді тапсырмалар орындасақ. Қан топтарына байланысты тапсырмаларды орындап өтетін болсақ, платформа арқылы Диамикапс деген. Ең алдымен гемофилия дегеніміз не? Гемофилия деген бізде мына жерде қан ұйымайтын ауру. Екеуін біріктіреміз. Яғни жауабымыз дұрыс болды. Одан кейін адамда болатын қан топтарының саны. Жаңа біз айттық, неше дедік? 4. Яғни адамда болатын қан топтарының саны 4 деп айтқан болатынбыз. Одан кейін адам қанын 4 тобын ашқан және осы еңбегі үшін Нобель сыйлығын алған ғалым, ол бізде Ландштейнер. Міне дұрыс болды. Донордан қан алатын адам. Бізде ол реципиент деп аталады. Донор деген кім? Яғни қан беретін адам. Бұл жерде енді өзінің қан тобында неге білуі керек адам? Себебі қандай болу керек? Өзінің қан тобын, мысал үшін басқа бір адам қан қажет болған кезде соған құю үшін қажет. Одан кейін Илья Ильич Мечников өзінің қан тобында неге білуі керек? Агглютинация болмау үшін. Міне жарайсын дейді, яғни тапсырмалар дұрыс орындалды. Жақсы балалар, біз тапсырмаларды орындадық. Енді келесі бізде есептер шығару. Қан топтарына есептер шығару. Қан тобы бірінші топ қыз бала, қан тобы үшінші топ жігітке тұрмысқа шықты. Олардың балаларының қан тобы қандай болады деді. Бірінші қан тобы бар, 2, 3 және 4 қан тобы бар. Бұл қан топтарының өзінің белгіленуі бар. G0, G0, GA, GA, GV, GV деп белгіленеді. Төртінші қан тобы GA және GV деп белгіленеді. Енді бізде берілген бойынша анасының, жаңа қыз баланың қан тобы 2, біз 2-ні аламыз. Бірінші парента деп қоямыз. Аналықтың белгісі. Қыз баланың қаны 2, GA, бұдан бастырамыз. Аталықтың қан тобы, жаңа біз 3 дедік. Яғни үшінші қан топ болса, ол GV болады. Енді осылардан біз гамета түсіріп аламыз. Әрқайсысын аналық гаметаны бөлек, аталық гаметаны бөлек түсіріп аламыз. Енді осы не бойынша F1-ді табамыз. F1-ді табу үшін өзара аталық гамета, аналық гамета мен аталық гаметаны өзара үйлестіреміз. Яғни бұл жерде GA, GV белгісі шықты. Келесі GA, GV. Барлығында балалар GA, GV белгілері шықты. Яғни мынау біріншісі бізде 4-ші қан тобы. 4. Яғни бұл жерде егер қыз баланың қан тобы 2-ші қан тобы, ал ер баланың қан тобы 3-ші қан тобы болатын болса, олардан болашақтан 4-ші қан тобының балалары шығуы мүмкін. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.